Бірде Мұса алейхиссалам Раббысымен тілдеседі, сөйлеседі. Білесіздер, Құранда айтқан, «Уакалламаллаху Муса таклима» дейді. Мұса алейхиссалам Раббысымен, Алла тағаламен не істеді? Сөйлесті дейді. Нақты аят бар сөйлескені. Сол сөйлесу барысында Мұса алейхиссалам былай деп айтады екен: «Я Раббым Алла, мен мына Тауратта бір үммет жайлы оқыдым» дейді. Сол үммет дейді, олардың асқазанына тамақ түсетін болса, сен сол асқазанына тамақ түскен үшін олардың күнәларын кешіріп тұрасың дейді. Өйткені олар тамақты сенің есімімен бастайды да, саған мақтау айтып аяқтайды дейді олар. Яғни бастаған кезде бисмиллясын айтып, аяқтағанда несін айтады? Альхамдулилля деп аяқтайды дейді. Я Раббым Алла, сол үмметті менің үмметім қылшы дейді. Мұса алейхиссалам айтады. Сол кезде Алла тағала айтады: «Иннахум уммату Мухаммад». Олар не дейді? Мұхаммедтің үмметі дейді. Біздің пайғамбарымыз. Я Алла тағала, және де мен тағы оқыдым бір үммет жайлы. Егер де ол үммет бір күнәлі істі істейм деп ниеттеніп, бірақ Алла тағаладан қорққан себепті сол күнәні тәрк ететін болса дейді, сен оларға бір жақсылық, бір хасанат, бір сауап жазасын дейді. Я Раббым Алла, сол үмметті менің үмметім қылшы дейді. Сол кезде Алла тағала айтады: «Иннахум уммату Мухаммад». Олар Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам үмметі дейді Алла тағала айтады. Сол кезде Мұса алейхиссалам айтады: «Және де мен тағы оқыдым» дейді. Мынандай бір үммет жайлы. Ол үммет дейді, егер де бір жақсылықты ниет етіп, істейм деп ниет етіп, бірақ оны істемесе, сен оларға бір сауап жазасың дейді, істемесе де. Ал егер де олар соны істесе дейді, сен оларға 10-нан 700 есеге арттырып не істейсің? Сауап жазасың дейді. Я Раббым Алла, сол үмметті менің үмметімнен қылшы дейді. Сол кезде Алла тағала айтады: «Иннаху уммату Мухаммад». Ол Мұхаммедтің үмметі дейді. Сол кезде Мұса алейхиссалам айтады: «Я Раббым Алла, мені Мұхаммедтің үмметінен қылшы» дейді. Қараңыздар, Мұса пайғамбар, ол пайғамбар алейхиссалам, сіздің әрбірлеріңіздің орныңызда болуды қалап жатыр. Ал Алла тағала сізге сол нығметті беріп қойды. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи вассалам үмметінен болу. Бұл ұлы нығмет, білесіздер ме? Ұлы нығмет. Біз пайғамбардың үмметіне берілген нәрсе ешбір үмметке берілмеген. Ондай жеңілдіктер, сауапқа жетудің жолдары ешқандай үмметке берілмеген, валлахи. Бізге сондай кеңшілік беріп қойған Алла тағала. Жәннатқа кіретіндердің ішінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмметінен ең көп болады. Жәннатқа кіретіндерден. Ең көп үммет, жаңа адам. Сол бізді осы нығметтен айырылып қалмайық. Біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам үмметінен болдық па, демек бізге не істеу керек? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның үйретіп кеткен жолыменен жүру керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның сүннетіне берік болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірбаянын жақсырақ оқып, біліп, танып пайғамбарымызды, сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам істеген іс-әрекеттерін барынша бүткіл өміріміздегі жағдайларда соны іске асыруға тырысу керек. Жұмыс болсын ол, бала-шаға болсын, отбасы болсын, жаңағыдай бала тәрбиесі бола ма, әйеліңізбен қарым-қатынас бола ма, кез келген жағдай. Соны жүзеге не істеу керек? Асыру керек. Пайғамбарымызды тануға тырысу керек. Ал қазір білесіздер, пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам өмірбаяны жазылған кітаптар көп. Бірақ соны не істемейміз? Дұрыс оқымаймыз. Бірақ пәленшенің мәселен сондай бір адамдар бар. Пайғамбарымыз тіпті адамдар демей-ақ қойын, намазхандар бар. Намазхандар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды олай танымайды, бірақ ана футболист болсын, немесе бір жұлдыз болсын, бірақ ол мұсылман емес та, оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан артық таниды. Кейбіреулер болады, енді атақты футболисттер бар, Месси дейді, Роналдо дейді, пәленше дейді. Соның аяқ киімін көріп-ақ, аяқ киімнен ақ істеп қояды, танып қояды. Мынау Месси ғой деген сияқты. Мынау Роналдо ғой деп танып қояды. Ал бірақ пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламды ондай деңгейде танымайды.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам өмірінен бір нәрсе сұрасаң білмейді. Ол ұят нәрсе. Қалайша ертең ақыретте сіз сондай деңгейде пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам үмметімін деп келесіз. Қалайша сіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хауыздан өзінің қолыменен суды ішкізген кезде үмметіне, сол пайғамбарымыздың алдына келесіз, сіз мен сенің үмметіммін деп қолынан су ішуге де ұялмай. Қорықпайсыз ба? Сені ана Роналдоға жіберіп жібереді деп, бар ана Роналдоға бар деп. Соны жақсырақ танисың ғой сен деп. Мәселен, мысал ретінде айтып жатырмын, бұл не емес. Сондықтан біз міне пайғамбарлар аңсап кеткен біздің пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үмметінен болды.